Сәлеметсіздер ме? Менің тоқыма тоқу сабақтарыма қош келдіңіздер. Өткен сабақта біз осындай ілмектерді теріп үйренген болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта осы ілмектерді тоқып үйренеміз. Яғни оң ілмектермен тоқып үйренеміз. Міне, өткен сабақта осындай ілмектерді тердік. Екі бізімізде қос бізде тұр. Енді біреуін біз осылай суырып аламыз. Екінші бізде ілмектері бар, бізді айландырамыз теріс жағына. Міне, осыған алдында айтқандай, мынау бізде теріс жағы. Енді бізде мұнда екі жіп бар. Біреуі біздің ұшы, яғни ең басында бастағанда, екіншісі орамнан шығып жатқан жіп. Яғни мына қысқа жіп ол астында қала береді, оның бізге қажеті жоқ. Ал мына орамнан шығып жатқан жіпті міне бұлай астынан өткізіп, біздің мына сұқ саусағымызға ілеміз. Міне осылай жіпті ұстаймыз. Бұл бізде жіптің, яғни тартылуын осылай реттеуге болады. Егер де сіздерге бұлай қиынырақ болса, немесе бұлай орап алсаңыздар да болады. Енді маған осылай өзім тоқып үйренгенім бойынша осылай бастаймыз. Міне, осылай сол қолымызда біздің тоқымамыз, екінші қолымызда, яғни бос біз оң қолымызда. Енді бастап тоқып бастаймыз. Қараңыздар. Бізде ілмектерде, яғни мұнда алдыңғы қабырғасы және артқы қабырғасы деген бар. Екінші жағында бізде ол артқы қабырғасы, ал мынау алдыңғы қабырғасы. Қазір тоқитын оң ілмектерімізді барлығын алдыңғы қабырғадан тоқимыз. Енді қараңыздар, мына оң қолымыздағы бос бізді осы бірінші ілмектің алдыңғы жағынан осылай өткіземіз. Сосын жаңағы сұқ саусағымыздағы орамнан шыққан жіпті соған іліп аламыз да, осының ортасынан өткіземіз. Міне, бізде бір ілмек пайда болды. Ал мына ілмегімізді оны осы бізден босатамыз. Келесі осыны қайталаймыз. Тағы да алдыңғы қабырғасынан кіргіземіз. Сосын мына орамдағы жіпті соның ортасына іліп аламыз. Өткіземіз. Келесі тағы да соны қайталаймыз. Кіргіземіз. Жіпті іліп аламыз да, өткіземіз. Егер тез-тез тоқып көрсетсем, ол былай болып көрінеді, қараңыздар. Міне,
мына сияқты тоқылса, ол бізде оң ілмектер, яғни тоқылғанымыз көрініп тұр. Осылай енді біз соңына дейін барлық ілмектерді тоқып шығамыз. Сосын ілмектерді өте қатты тығыз тоқып тастамаңыздар. Бұлай осы бізде ары бері жүріп тұрсын. Енді жаңағы тоқымамызды айландырамыз. Міне. Екінші жағына айландырдық. Енді жаңа бір қатар тоққанбыз. Енді соны қайталаймыз. Екінші қатар. Мына жібімізді жаңағыдай ілеміз. Бірінші ілмекті аламыз да, жаңағы ілмекті іліп аламыз осыдан өткізіп. Мына жіпті босатамыз. Іліп аламыз, босатамыз. Іліп аламыз, босатамыз. Өте қатты тартпай, бос тоқып үйреніңіздер әзірге. Одан кейін, үйренгеннен кейін өзіңіздің тығыздығыңызды ұстап тұрасыз. Осылай міне ілмектерді қайталай береміз. Міне, біз екінші қатарды тоқыдық. Енді осылай бірнеше қатар тоқып шығамын қазір. Сосын сіздерге қандай болып шыққанын көрсетемін. Міне біздің тоқымымыз осындай болып шығады. Егер де сіз ілмектерді теруді және осылай оң тоқуды білсеңіз, онда осылай ұзыннан тоқып өзіңізге бір шарф тоқып алсаңыз болады. Әзірге осылай жаттығыңыздар. Сосын сіздермен келесі видеода жүздескенше менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.